Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгін сіздермен ең оңай дайындалатын сиыр етінен котлет дайындайтын боламыз. Құрамы өте жеңіл, менімен бірге бастаңыздар. Ең алдымен осындай блендерді пайдаланамын. Оның ішіне жаңағы қалған нандарымыздан сухарики жасаймыз. Сухарикиді дайын магазиннен алсаңыздар да болады. Менде осындай үй жағдайында қалған нандардан кептіріп сухарики жасап қоямын. Көпке жетеді. Осылайынан барлығын үгітіп алдым. Басқа бір ыдысымызға салып дайындап аламыз. Мінекей панировочный сухарийіміз дайын болды үй жағдайында. Енді пиязымызды жақсылап, турап, блендердің көмегімен айналдырып аламыз. Егер сізде блендер болмаса, майдалап турасаңыздар болады. Немесе терканың көмегімен үлкен көзден өткізіп алсаңыздар болады. Барлық ингредиенттарды төмен жаққа жазып қоямын өлшемдерін. Осылайынан барлығын біркелкі етіп, майда етіп, барлығын дайындап аламыз. Барлық пиязымызды осылайынан майда етіп, дайындап аламыз. Бір ыдысымызға саламыз барлығын. Менде осындай біркелкі масса пайда болды. Енді картошкамызды дайындаймыз. Картошканы да мен блендердің көмегімен барлығын айналдырып аламын. Егер сізде тағы да айтамын, блендер болмаса, жаңағы терканың үккіштің үлкен көзінен өткізіп алсаңыздар болады. Осылайынан картошкамызды майдалап дайындап алдым. Бір ыдысыма салып қоям барлығын. Және де бұл котлетті сіздер сатуға қойсаңыздар да болады. Замороженный түрде формасын өте жақсы сақтайды. Котлетке осындай картошканы қосу міндетті емес. Енді өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай қосып жасасаңыздар болады. Осылайынан барлығын дайындап алдым. Енді пияз екеуін жақсылап осындай марляның көмегімен сығып, артық суларын алып тастаймыз. Осылайынан артық суын алып тастасаңыздар, котлеттеріңіз әдемі, майларыңыз шашырамай, біркелкі формасын ұстап шығады котлеттеріңіз. Қатырған кезде де өзінің формасын жақсы ұстайтын болады, ыдырамай. Пиязымыздың суын сығып алдық. Енді картошкамызды дәл сондай етіп, осылайынан қысып, артық суларын алып тастаймыз. Осылайынан пияз бен картошкамыздың суын жақсылап сығып алып тастадық. Енді барлық заттарды бір-біріне біріктіреміз. Менде бұл жерде фаршым жібіп, бөлме температурасында тұрды біраз. Барлығын бір формаға келтіріп, осылайынан дайындап аламыз да біріктіретін боламыз. Жаңағы пиязымыз бен картошкамыздың үстіне фаршымызды салып, жақсылап біркелкі формаға келтіріп аламыз. Үстіне 2 дана жұмыртқаны жарып аламыз. Және де тұз, бұрыш өздеріңіздің дәміне қарай саласыздар. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі массаға дейін араластырып аламыз. Котлеттеріміздің осындай жабыспақ формаға келгенге дейін жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді котлеттерімізді формаға келтіреміз. Менде котлеттерім 50-60 грамм ортасында. Осылайынан өлшеп жасасаңыздар барлығы біркелкі болып шығады. Котлеттеріңіздің формасын домалақ етіп те алсаңыздар болады. Және де осы массадан бізде орта есеппен 30-40 штуктай котлетіміз шығады. Барлық котлеттерімізді дайындап алдық. Осы котлеттерімізді бірден қуыра берсеңіздер де болады, немесе жаңағы пластик ыдысымызға салып,
морозильникте сақтап қолдана берсеңіздер де болады. Ұзақ уақытқа шыдайды. Керек кездеріңізде ужин уақытында алып шығып, қуырып жасай берсеңіздер өте дәмді, формасында жоғалтпайды. Менімен бірге дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге мен Ажар.